Армысыздар, құрметті көрермендер. Эфирде мәңгілік елдің көгінде Сыңғырла күміс қоңырау атты Петропавл қаласының химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің басты жаңалықтары. Алдағы уақытта көретіндеріңіз. Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня для вас все самые яркие, волнующиеся моменты и последние школьные новости за 2020-2021 учебный год Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления города Петропавловска. Басты жаңалықтарға келсек, бүгінгі күні еліміздің түкпір-түкпірінде соңғы қоңырау соғылмақ. Балашақтан болашаққа өтудің алғашқы белгісіндей болған соңғы қоңыраудың үні биылда өзгеше өтуде. Осы күні барлық мектептерде көк аспанда туымыз желбіреп, әнұранымыз қалықтайды. Мектеп, түзел, тік тұр, ортаға түзел. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы көтеру үшін Сұлтан Әлишер Қоспанов Тілеумет шақырамын. Аға лейтенант мырза, Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын көтеруге дайынмын. Аға лейтенант мырза, Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын көтеруге дайынмын. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы көтерілсін. Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны орындалсын. Айшықты да айдынды, мерекелі де мерейлі күнге айналып отырған сәтте, бірден бір киелі мекен мектептен алғашқы құттықтау келіп жетті. Құрметті түлектер, сіздерді бүгінгі айтулы мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге табыстылар аттестат, мектепті аяқтау туралы құжат қана емес, сонымен қатар үлкен өмірге жолдамасында. Білім нәрімен сусындатып, ата-аналарыңыздай болып кеткен ұстаздарыңызбен, алтын ия мектептеріңізбен қоштасар сәт келді. Сіздердің сапалы білім алып, үлкен азамат болуларыңыз үшін барынша жағдай жасалды. Еліміздің болашағы да, бүгіні де сіздердің қолдарыңызда. Сондықтан терең білім алу жолында жалықпай, талмай ізденіп, ел тізгінін ұстайтын азамат болуларыңызға ізгі тілегімізді арнаймыз. Құрметті түлектер, болашақта тек жақсы жетістіктеріңмен, жоғарғы көрсеткіштеріңмен қуанта беріңіздер. Мен ұжым атынан жоғары білімді жақсы азамат, білікті маман болып, еліміздің өркендеуіне лайықты үлес қосатындықтарыңызға сенімдімін.
үлкен өмір жолына бастар қадамдарыңыз сәтті болсын. Ақ жол, сәт сапар тілеймін, жас түлек. Этот день, 25 мая 2021 года, останется в памяти 129 учащихся выпускников и запомнится тем, что их экзамен на зрелость проходит в исторический период. Ведь события, сложившиеся в мире, являются своего рода закалкой в будущее. Ендеше, кешегі балғын балдырғандарды, бүгінгі мектеп ұясынан ұшқалы тұрған түлектерді, сонау 2015 жылы мектеп табалдырығында алғашқы рет қарсы алған 2015-2016 оқу жылының мектеп директоры Раисова Гүлфарида Бабақұмарқызы жылы лебізін жолдауда. Назарларыңыз экранда болсын. Құрметті Петропавл қаласындағы зияткерлік мектебінің ұстаздары мен қонақтары, құрметті мектеп бітіруші түлектер, құрметті әріптестер, осыдан тура 6 жыл бұрын 2015 жылдың 1 қыркүйегінде Назарбаев зияткерлік мектептері қызметкерлерінің командасы Петропавл қаласында зияткерлік мектептің іске қосылуын жүзеге асырған болатын. Бүгін артқа қарасақ, мектептің 6 жыл ішінде жасаған жұмысы жақсы нәтиже бергенін мақтанышпен айта аламыз. Мектеп 700-ден астам дарынды оқушылардың өз әлеуетін жан-жақты дамытуға мүмкіндігі бар ұйым болып қалыптасты. Бұған көптеген мысалдар бар. Мектеп қызметкерлерінің жоғарғы нәтижелері педагогтардың жоғары кәсіби ұжымының және мектеп әкімшілігінің арқасында мүмкін болды. Олар өз ісіне және кәсібіне шын берілген пікірлес педагогтардың ұйымшыл ұжымын құруға, зияткерлік дарынды және талантты жастарды ұйымдастыру мен даярлауды дамытуға өз үлестерін қосқан. Осы 6 жыл ішінде бүгін мектеп бітіріп отырған түлектер солтүстік Қазақстанның 13 ауданынан озық білім іздеп келіп, конкурстық іріктеуден өткен 6 сыныпты бітірген оқушылар болатынсыздар. Осы жылдар ішінде сіздер үшін мәдени құндылықтар мен озық үлгідегі мектеп жүйесі құрылды деп есептеймін. В школьной летописи заполнилась еще одна страничка. Этот год имеет особое значение для каждого ученика и граждан нашей страны. Наши выпускники вступают во взрослую жизнь в преддверии знаменательного события нашей страны – 30-летия независимости Республики Казахстан. Тәуелсіздіктің 30 жылдығымен бірге ұлы даламыздың аса көрнекті тарихи тұлғалары. Далалық мәдениеттің дарабозы, жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың 175 жылдық мерейтойы. Тәуелсіздіктің жолында саяси құрбанға айналған Алашорда басшысы Алихан Бөкейхановтың 155 жылдығы. Апайтөс палуандарымыздың бірегейі, кіш атасы Қажымұқан Мұнайтпасұлының 150 жылдығы тойланбақ. Алғашқы рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ осы
тәуелсіз елдің бақытты ұрпақтарымыз, біз үшін, біздің келешегіміз үшін жасаған мүмкіндіктер өте көп. Бүгінгі күні мен Назарбаев зияткерлік мектебінің түлегімін. Оқ бойы озық шаңырақта тәрбиеленіп, білім алғаныммен шексіз мақтанамын. Назарбаев зияткерлік мектебі менің тұлға болып қалыптасып, жан-жақты дамуыма, бойымдағы қабілеттерді ашып, шыңдалуыма мүмкіндік берді. Түрлі олимпиадалар мен байқауларға қатыстым. Кішкентай жеңістерім маған ата-анама үлкен қуаныш сыйлады. Көшбасшылық қабілетім артты. Мен елбасымыз үміт артқан жастарының бірімін. Елімнің гүлденуі жолында қосар үлесім мол болатынына сенімдімін. Мы, нынешняя молодежь Казахстана, гордимся своей страной и благодарим ее за предоставленные возможности в сфере образования. Программа Назарбаев интеллектуальной школы включает в себя познание основ экономики и предпринимательской деятельности, что позволяет нам успешно участвовать в различных конкурсах, таких как республиканский конкурс «Дарын», международный конкурс «Янактус», а также инициируемые нашей школой областные конкурсы стартап-проектов. Наше образование дает нам возможность развиваться в различных направлениях и быть глобальным гражданином, думающим о развитии нашей страны. За годы независимости наша страна преуспела не только в экономике, промышленности и других сферах, но также в сфере образования. На сегодняшний день 8 вузов Казахстана входят в мировой рейтинг лучших университетов мира. На протяжении 25 лет в нашей стране реализуется международная стипендиальная программа первого президента Республики Казахстан «Болашак», благодаря которой наши студенты получают возможность получения высшего образования за рубежом. Более 42 студентов нашей школы обучаются в топовых университетах мира в таких странах, как Венгрия, Германия, Италия, Объединенные Арабские Эмираты, Южная Корея, Китай и Россия. Число учеников, поступающие и подающие документы в зарубежные вузы, растет с каждым годом. Выпускники НИШ очень ценятся и имеют хорошую репутацию среди зарубежных вузов благодаря отличным оценкам и хорошим знаниям. Мы благодарны за предоставленную возможность получения 100% гранта, обучения за рубежом и дальнейшего внесения личного вклада в развитие Казахстана. За годы независимости нашей стране удалось преуспеть в состязаниях по легкой атлетике, борьбе, плаванию, биатлону, тяжелой атлетике, велоспорту и, конечно же, в танцевальном спорте. В том числе и я вношу свою лепту в развитие спорта. С раннего детства я занимаюсь спортивно-бальными танцами. За годы упорных тренировок я достигла больших результатов. Я выигрывала международные соревнования, проходящие в таких странах, как Китай, Гонконг, Таиланд, Россия, Казахстан. Благодаря своему упорству и результативности я состою в национальной сборной страны и представляю нашу страну на чемпионатах мира. Сейчас я имею звание мастер спорта международного класса Республики Казахстан по спортивным бальным танцам. Я являюсь неоднократной чемпионкой Казахстана и двукратной чемпионкой Азии. Я верю, что в дальнейшем спортсмены будут приносить только золотые медали в национальную копилку Казахстана. This year, Kazakhstan is celebrating 30 years of its independence, which is of great importance to us, younger generation, granted with opportunities of sovereignty. We are able to participate in national and international Olympiads organized annually by the educational institutions. This allows us to gain knowledge in specific fields, find our academic passions, and in some cases, make an important decision regarding the career choice. Furthermore, as NIS students, we have a unique opportunity to complete the summer studies at the world's top universities. Among them are Nazarbayev University, Stanford, Cranfield, and others. We are proud to be Kazakhstani youth. We are proud to represent the generation of independence, and we are grateful for their opportunities for their personal growth. However, understanding all the responsibilities that comes with these opportunities, we will learn, create, and achieve more for the prosperity in our country. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай біз Назарбаев зияткерлік мектептерінің түлектері көптеген жетістіктерге жеттік. Өзіміздің күш-жігеріміз бен білімімізді жұмсай отырып, бүгінгі таңдағы қоғамның дамуына үлкен үлесімізді қостық деген ойдамыз. Биылғы жылы мен медаль елбасы және де жыл волонтері сыйлығының иегері атандым. Болашақта да өз жұмысымды жалғастырып, жастар арасындағы волонтерлік іс пен қоғамдағы дамуды ары қарай бағыттаймын деген ойдамын. Біздің лайықты білім алуымызға барынша жағдай жасалған. Өзіміз білім алып жүрген іргелі мектептердің еліміздің түпкір-түпкірінде салынды.
әлемдік стандарттарға сай. Өзгелер қызығатын мықты мектептің биылғы түлегінің бірі менмін. Адамның ең ыстық шағы, балалық шағы мектеп өмірімен байланысты. Назарбаев зияткерлік мектебінде оқыған осы жылдары сарқылмас қазына, мол білім игердім. Ойым, санам, бойымдағы қабілет сүйікті білім ордамда дамыды. Біз керемет кездерді көріп жатырмыз. Біздер бақытты ұрпақпыз. Осындай жастарды кешенді дамытуға, өскелең ұрпақты қолдау және ынталандыруға бағытталған ұлттық деңгейдегі жобалардың бірі елбасы медалі бағдарламасы болып табылады. В уникальной программе по воспитанию талантливой и конкурентоспособной молодежи участвовали и учащиеся Назарбаев интеллектуальной школы города Петропавловска. Назарбаев зияткерлік мектептері 10 мыңнан астам түлектерді ересек өмірге аттандырды. Әлемнің түкпір-түкпірінен бір-бірін тауып, жетістіктерімен бөлісіп, бір-біріне қол ұшын созу мақсатында, әрі мектептермен байланысты сақтап тұру үшін Alumni Назарбаев Intellectual Schools қоғамдық бірлестігі қызмет етуде. И следующим шагом для нас, выпускников, является цель стать членом Ассоциации выпускников Назарбаев интеллектуальных школ Alumni Назарбаев Intellectual Schools. Я поступил в НИШ практически с момента его основания. Конечно, я очень много готовился. Здесь я подтянул английский и приобрел кучу навыков для поступления на грант. Не только в казахстанские, но и в зарубежные вузы. Узнал очень много непонятных на тот момент слов. IELTS, TOEFL, SAT. Формативки и суммативки. Учась в такой конкуренции, нужно соответствовать и работать в 3 раза больше остальных. Здесь я воспитывал себя, побеждал и проигрывал, писал ночами проекты и научился не сдаваться. Всем привет из Бельгии! Я всегда был горд тем, что являюсь выпускником НИШ. И всегда рад встретить новых ребят из других городов, школ и выпусков, потому что мне кажется, что как выпускники одной системы мы должны быть дружны и держаться вместе. Салем всем! Так что мне дал НИШ? НИШ дал мне друзей, с которыми я дружу уже как 10 лет. Фундамент знаний во всех направлениях. И самое главное – поверить и увидеть, что все в этом мире возможно. Дорогие студенты НИШ, выбирайте именно то ремесло, которое откроет вам двери в светлое будущее в абсолютно любой точке мира. Количество наших выпускников растет, и статистика постоянно меняется. Поэтому я и несколько других выпускников взялись за создание единой организации в лице объединения выпускников НИШ, которая бы связала, например, ученика 10 класса НИШ, города, допустим, Павлодар, с выпускником НИШ Астана, который уже работает в Booking.com в Амстердаме. И сейчас мы стали ближе. Неважно, когда и где ты окончил НИШ, студент или уже работаешь, ты всегда будешь частью нашего комьюнити и можешь повлиять на будущих выпускников. Даже простой совет и одно верное решение может изменить жизнь каждого в лучшую сторону. Так же, как когда-то 12-летний я решил поступить в Назарбаев интеллектуальную школу. А в следующем репортаже в такой радостный и волнительный день герои сегодняшнего дня – выпускники. Внимание на экран! 2021 жылғы түлектер атынан сіздерге ұмытылмас қуанышты сәттерді өткізуге, сонымен қатар талай жетістіктерге жетуге тілектеспіз. Асу шыңдарды бағындыру үшін Назарбаев зияткерлік мектебі қабырғаларындағы барлық мүмкіндіктерді толыққанды пайдалануға кеңес береміз. Жүргізіліп жатқан жобалар аясында жұмыс жасауға ат салысып, түрлі пәндер бойынша олимпиадалармен, сонымен қатар ғылыми жобалар сайыстарына қатысуыңыз жөн деген ойдамын. Өзіңіздің креативтілігіңізді, еңбекқорлығыңызды, сонымен қатар көшбасшылық қабілеттеріңізді мектепшілік парламент мүшесі ретінде де таныта аласыз.
Осының барлығы сіздердің рухани жаңғыруыңызға, тұлға ретінде қалыптасуыңызға сүбелі үлес қосады деген ойдамын. Бастысы өзіңізге мақсат қойып, осы мақсатқа жету үшін талмай, сабырлықпен еңбек етуіңіз қажет. Сәттілік. Мектебім жүрегімнің төріндесің, өзіңнен бастау алған бала сезім, білімін еш уақытта жеңілмесін. Өмірдің қол созғанмен жанасынан өткеннің кім жете алар бағасына. Кешегі арман қуған күн алыста, кеттің ау сағым жылдар арасына. Мектебім сағынышым, балалығымның тәңірісін, шуақты күндерді, жұлдызды түндерді, сәуледей болған жарығысын. Шуақты күндерді, жұлдызды түндерді, сәуледей болған жарығысын. Ұстазым ұғындырып даналығын, баршаның елестеткен бала күнін. Күлкісі көңілінен айналайын, кешірген баланың бар шалалығын. Мектебім сағынышым, балалығымның тәңірісін, шуақты күндерді, жұлдызды түндерді, сәуледей болған жарығысын. Шуақты күндерді, жұлдызды түндерді, сәуледей болған жарығысын. Мектебім сағынышым, балалығымның тәңірісін, шуақты күндерді, жұлдызды түндерді, сәуледей болған жарығысын. Шуақты күндерді, жұлдызды түндерді, сәуледей болған жарығысын. Мектебім сағынышым, балалығымның тәңірісін, шуақты күндерді, жұлдызды түндерді, сәуледей болған жарығысын. Шуақты күндерді, жұлдызды түндерді, сәуледей болған жарығысын. Ал енді осындай жүрек жарды құттықтау легі мен әннен кейін оқу жылының соңғы күндері мектеп өмірінде не болып жатқанын тамашаласақ. Внимание на экран! Наш специальный репортаж с важных событий из школьной жизни.
Бүгін біз дәстүрлі түрде өтетін жыл шаңырақ байқауының нәтижелерін жариялау деп жатырмыз. Және де осы оқу жылында барлық шаңырақтар үлкен күш жұмсап, күш жігерін жұмсап көптеген жетістіктерге қол жеткізді. Және де осы 2020-2021 оқу жылының жыл шаңырағы атағына екінші рет қатарынан Сәбит Мұқанов шаңырағы лайықты болды. Енді Сәбит Мұқанов шаңырағын шын жүректен құттықтаймын. Осы дәрежемде екінші жыл қатарынан аласыздар. Енді бұл үлкен жұмыстың ішінде, әрине шаңырақтың ішінде әрбір оқушының еңбегі бар, куратордың еңбегі бар, ата-аналардың, ұжымның. Сондықтан осындай нәтиже көрсеткен үшін сіздерге көп рахмет. Сонымен қатар басқа да біздің шаңырақтарды осы сайысқа қатысып, өзінің өнерлерін дарт етіп, әрбір оқушының қосқан үлесі үшін өз атынан алғысымды білдіремін. Мен Сәбит Мұқанов шаңырағының лидері Мақтабек Мағжан. Осы сайысты ұйымдастырған Назарбаев зияткерлік мектептерінің ұйымына шын жүректен алғысымды білдіремін. Жалпы бұл тек қана менің емес, бүкіл шаңырақтағы оқушылардың еңбегі, барлығына рахмет айтқым келеді. Және де болашақта басқа шаңырақтарға осы сайыста ұтыларына тілектеспін. Басқа мысалы екінші, үшінші және де басқа орындар алған шаңырақтардың әрбіреуінің еңбегі өте бағалы. Барлығына рахмет. Қоштасу мен қимастық сезімнің қылын шертетін бұл мерекелік шараның басты рәсіміне де уақыт келіп жетті. Соңғы қоңыраудың күміс үні олардың арманына қанат бітіріп, болашақ қадамдарына сәттілік тілегендей сыңғыр қағады. Из года в год, в этот прекрасный солнечный день по всей стране, в школах звучит последний звонок, который становится проводником во взрослую жизнь. И сейчас в эфире 129 выпускников в один момент сделают шаг навстречу своему светлому будущему.
15 мамыр күні не салтанатты шеру, не салюттер болмайды. Бірақ бұл күн тілектер үшін ешқандай мерекемен тең келмейтін, араға жылдар легін салып, өмірдің асқар шыңына жетелейтін, қайталанбайтын күн болып келеді. Этот день останется в памяти как символ окончания учебного марафона с уроками, контрольными работами, переменами, домашними заданиями и мероприятиями. Мектеп қашанда жақсылық пен ізгіліктің, парасаттылық пен руханиятқа толы ойдың, таным мен тәрбиелі істердің ордасы. Сол орданың басты салтанатты әнімен біз бүгінгі жаңалықтар легін аяқтаймыз. Эфирде болған тілектеріңіз Баймусин Дамир, Амантаева Камила. Качественный рост человеческого капитала в Казахстане – это прежде всего образование и здравоохранение. Сегодня на основе международных стандартов успешно работает Назарбаев университет и интеллектуальные школы. Надо распространять их опыт на всю систему казахстанского образования, подтягивать их уровень все образовательные учреждения. Басталғанда жаңа ғасыр өткелі, бір жарғанда жастығымның көктемі. Біздер үшін айқарашты есігін, елбасының зияткерлік мектебі. Өсе берсін мектебімнің өркені, желбіресін ғылым білім желкені. Қанат қаққан өркениет өріне, біз боламыз еркін елдің ертеңі. Білімнің шарына, ғаламның тонығы, тәуелсіз елімнің тоғыры. Білімнің бесігі, ғаламның есігі, ғаламға жетуде Қазақтан есімі елбасы мектебі. Көкжиекке қол ашты кең жаз аяқ, ғылым іздеп білім кенің қазайық. Назарбаев зияткерлік мектебі, жаңа ғасыр жаңалығы ғажайып. Білімнің шарына, ғаламның тонығы, тәуелсіз елімнің тоғыры. Білімнің бесігі, ғаламның есігі, ғаламға жетуде Қазақтан есімі елбасы мектебі. Білімнің шарына, ғаламның тонығы, тәуелсіз елімнің тоғыры. Білімнің бесігі, ғаламның есігі, ғаламға жетуде Қазақстан